Бисмиллахиррахманиррахим. Мына тортты жемеген адам точно арманда. Ұзын сөздің қысқасы, міндетті түрде жасап жеп көріңіздер достар. Дәмі өте керемет. Алдымен ұнға салқын сармайды салып, осылай крош жасап аламыз. Бөлек ыдысқа жұмыртқаның сарысына мұздай суды уксусты салып араластырып, крошкамызге салып қамыр илейміз. Көп ұзақ уақыт илеуге болмайды, тек қана қамырдың басы біріксе болғаны. Осылай илеп болып, холодильникке салып 1 сағаттан 2 күнге дейін сақтауларыңызға болады. Мен Наполеон тортының биік болғанын қалағандықтан 11-дей бөлікке бөліп алдым. Ал егер сіздерге көлем үлкен болуын қаласаңыздар, 7-8 бөлікке бөлсеңіздер болады. Осылай піскеннен соң жиырылады. Ал крем үшін сармай мен молоконы осылай миксерлеп алдым, чоткілеп, әр коржға крем корж етіп жағып, осылай жинап алдым. Міне достар, біздің тортымыз дайын. Назарларыңызға рахмет.